Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен Сан Себастьянның ерекше түрімен бөліспекшімін. Яғни фисташковый Сан Себастьян жасайтын боламыз. Дәмі де өзі де ерекше болып шығады. Бір жасағаннан кейін міндетті түрде қайталап жасағыларыңыз келіп тұрады. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен творожный сыр мен қантты жақсылап лопатаның көмегімен араластырып аламыз. Біркелкі болғанға дейін. Және де ескеретін жайт, барлық ингредиенттерді 2-3 сағат бұрын тоңазытқыштан шығарып қоямыз. Бөлме температурасында болуы тиіс. Екеуін жақсылап осылай біріктіріп алғаннан кейін бірденен фисташковый мукамыз саламыз, немесе фисташковый пастамыз саламыз. Маған өте қатты ұнағаны осы фисташковый мука, себебі фисташкалардың барлығын өзіңіздің көзіңізше жақсылап майдалап береді. Ал фисташковый пастада не қосылатыны белгісіз болғандықтан мукасын пайдаланамын. Жақсылап барлығы біріккенше тағы да араластыратын боламыз. Енді осы массаға 4 жұмыртқаны біртіндеп салып араластыратын боламыз. Әр жұмыртқаны салған сайын жақсылап біріккенше араластырамыз. Тек венчиктің көмегімен араластырамыз. Мүлдем миксер жолатпаймыз. Міне. Басында кішкене бірікпей, біртүрлі болуы мүмкін. Шайлап жұмыртқаларды қоса келе жақсы бірігетін болады. Келесі жұмыртқадан кейін бөлме температурасында тұрған сливкиімізді құямыз. Сливки міндетті түрде 33 және де 35% болуы тиіс. Одан төмен пайыз болмайды. Осылай жақсылап біріккенше араластырамыз. Ең соңында кукурузды крахмалымызды салып, тағы да біркелкі масса болғанға дейін араластыратын боламыз. Осы кезде пештеріңіз 110 градуста қызып тұратын болсын. Менде конвекцияда 110 градуста жарты сағаттың ішінде пісті. Бетін астына келтіріп жақсылап араластыру қажет. Дәл осылай. Асты араласпай қалмау керек. Кальцоның бетіне пергамент бумагасын дәл осылай 2 қабаттап төсеп, шет-шетін сыртына қарай қайырып, қысып қоятын боламыз. Және де егерде сіздерді менікінен де биік чизкейк шыққанын қаласаңыздар, 18 см етсеңіздер болады. Немесе ингредиенттерді кішкене көбейтсеңіздер де болады описаниядағы. Менде 20 см болғаннан кейін осындай болды. 18 етуге де болады осы ингредиенттермен. Ал пешке саламыз. Міне пештен шықты. Менде 30 минуттың ішінде пісіп шықты. Дәл осылай беті пудинг сияқты дірілдеп тұрады. Толықтай бөлме температурасында суытып, одан кейін 10-12 сағатқа холодильникке салып қою керек. Міне тоңазытқыштан шықты, өте оңай шешіледі, мүлдем пергамент бумагасына жабыспайды. Менде тоңазытқышта 12 сағат тұрды. Бір түн бойы егерде сіздерде бірден кесіп жей беру керек болатын болса, 5-6 сағат кем дегенде тұрғаны дұрыс. Өте әдемі болып қатады ішіндегісінің барлығы. Міне іші жап-жасыл өте керемет болып тұр. Ішінің қалай кесіліп жатқанын сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне өте оңай жеңіл кесіледі, себебі толықтай қатқан ішіндегі творожный сырымыз. Егерде менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Және де қазақша каналдың, қазақша контенттің дамығанын қаласаңыз, подписация батырмасын басып, және де колокольчикті де басуды ұмытып кетпеңіз. Себебі менің бірде-бір рецепттерімді қалдырып алмайсыз. Дәл осылай кесіп дастарханға ұсынсаңыз өте керемет болып көрінеді. Мен шоколадпен және де миндальный слайсымен ұсынуды жөн көрдім.
Керемет итальяндық десерттердің бір түрі. Міндетті түрде өзіңіздің ас мәзіріңізге, кондитерлік мәзіріңізге қоссаңыз өте жақсы болады. Клиенттеріңізге және де үйдегілерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Себебі дәмі қайталанбас, түрі де бір ерекше, жап-жасыл және де аппетитный болып көрінеді. Егер де жасап жатсаңыз, міндетті түрде Instagram парақшамызда бөлісуді ұмытпаңыз. Мен Instagram парақшасын видеоның төменгі жағында қалдырдым. Ас болсын, сау болыңыздар.